осы Меккеге алып келіп жүрген бір кісі айтады, мен жоғалып қалған адамды іздемеймін дейді. Өйткені менің өмірде көргенім дейді, ол бекерге жоғалмады дейді. Ол бір тілден жаңылды, бір мінезі қисықтан жаңылды дейді да, Құдай оны тәрбиелеп жатыр дейді. Ол өзінің жазасын алмай, біз табылмайды ол дейді. Оны қанша іздесең де деп уайымдамай отыра береді. Өйткені жоғалатын жер жоқ қой. Барсаңыз мешіт тола адам, мешіттің ішіне кіріп қарап отырсаңыз бір тақияны көресіз бәрібір. Әйтеуір тауып аласыз. Бірақ Құдай адастырам десе ше, есіктің жанынан 100 рет өтсеңіз де өте бересіз ғой. Қанша адамдар бар. Тәкаппарлар, мен мынандай тамақ жемеймін деп айтуын айтып алып, мусоркадан тамақ жеген адамдарды көргенбіз. Қанша адамдар бар. Мен ағылшынша білемін, мен пәлен елді көргенмін деп адасып кетіп, мешіттің жанында 3 күн бойы мешітті көрмей адаса берген адамдар бар. Құдай көрсетпеймін десе көрсетпейді. Құдай сақтасын, мен сондай адамдарды көргенмін. Тура сондай адамды өзім таң қалғам, жылаған маған айтып. Мен Меккеде өмір сүріп атқаныма 10 жыл болды дейді. Бір рет болса да Қағбаның жанына кіріп намаз оқымаппын дейді. Бір кісі жылаған маған. Бір жерде отырып қалғанымда сондай бір араб кісімен сөйлесіп қалдым. Сөзден сөз шығып, қай жерде тұрасың? Осы жерде тұрам, осындай. Мен қызығып жатырмын ғой, шіркін ай, осындай киелі жерде тұрасың. 5 уақыт намазыңды сояқта өткізетін шығарсың десем, жоқ дейді. Мақұл, жұма сайын қалмайтын шығарсың десем, жоқ дейді. Онда умра жасап тұрасың, жыл сайын қажылықтасың десем, сенесің ба дейді. 10 жыл болды дейді да, осында тұрмын. Бір рет Алла тағала мен осы жерге сәждемді бұйыртпапты деп жылады да, жылап жіберді ше. Құдай қаламаса ше, ана маңдайын қойғызбайды екен ғой сол жерге алдына алып келіп. Сондықтан Алла тағала сізді сонау мыңдаған километрден алып келіп, пайғамбардың табаны тиген жерге сіздің табаныңызды тигізіп, маңдайы тиген жерге маңдайын тигізіп атқаннан кейін, ендеше Құдайдың мейірімі сізге жауып тұрған адамсыз. Бірақ соған лайықты бола біліңіз. Сізден Алла тағала бұны бергеннен кейін не күтеді? Сіздің өзгеруіңізді күтеді. Жақсылыққа қарай қадам басуыңызды күтеді. Бәрімізде кемшілік бар. Бірақ пайғамбарымыз айтқандай, кемшілігін түзеткен адам артық адам дейді. Ендеше біреуге ренжігіштік, кінә қою, біреуден қате іздеу, шұқылағыштық, артық сөйлеушілік деген нәрселерді осы жерде мешітке барып кеп жүргенде Құдайдан сұрап тастап кетіңіз. Аллахым, менің түрімді әдемі қылдың, менің мінезімді әдемі қыл. Саған басымды игіздің, саған басым иген кезде бүкіл күнәм тазарып, жүрегім аппақ болсын. Пайғамбардың жерінде жүрмін, пайғамбардың табаны тиген жерде жүрмін. Мені осы жерден аппақ болып, көркем мінезбен, әдемі сөзбен, өзіңнің пайғамбарыңның үмметіне лайықты қылып, сондай адам болып қайтуымды нәсіп ет деп сұраңыздар.